Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге көрпешеге қошқар емес оюын қалай орналастыру, қалай жабыстыру жайында көрсететін боламын. Негізінде тігінші емеспін. Менің хоббиім көрпеше тігу. Ал мына суреттегі көрпешелер менің тіккен көрпешелерімнің бір бөлігі. Бұл менің заказға тіккен көрпешелерім. Ал енді сіздермен бар білгеніме бөлісетін боламын. Бірақ бұл видеода жаңа оюдың астына паутинка жабыстыру толық көрсетілмейді. Егер оны білгіңіз келсе, менің алдындағы видеоларымда бар паутинканы қалай жабыстыру керек екендігі. Ал енді бастайық. Көрпешеміз түзу шығу үшін жиектерін, екі шетін, төрт бұрышын түзу қырқып алуымыз керек. Ол үшін мынадай көрпешемізді биіктігін өлшеп аламыз, қырқамыз. Сонан соң екі бүктеп, екі жағында енін былай өлшеп, түзеп шығамыз да, оны да қисық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Қырқып болған соң матамызды ашып, егер де біздің көрпешеміздің ені 80 см болса, мен онда 90 см қалып қырқып аламын. Мен ұзындығында енінде 10 см-ден артық қылып аламын. Себебі тіккен кезде сәл болса да тартылады, және оны өтектегеннен кейін ол ирек болып қалады жиегі. Соңында оны тағы да түзетіп қырқамыз. Ал 2 см тігіске кетеді. Қазір қолданатын оюымыз, мен бұл оюдың ішкі бөлігін басқа көрпешеге қолданып қойдым. Оның сыртқы бөлігін қолданатын боламын. Жаңа айтып өткендей, оюдың артына паутинка клейімізді жабыстыру мен алдыңғы видеомда бар. Ал қазір қысқаша айтсам, матамыздың артқы бетіне фризелиннің жылтыр бетін қоямыз. Оны бір жабыстырып аламыз өтекпен. Онан соң паутинкамызды қойып, оның үстіне жылтыр қағазымызбен, бұл қағазды канцелярский дүкендерден Оракл сатып аласыз. Сол Оракылдың артындағы жылтыр қағаз. Сол қағаздың жылтыр бетін паутинканың үстіне басып, өтекпен басып шығамыз. Оның үстіне оюымызды осылайна сызамыз ручкамен. Сосын өзіңізге ыңғайлы қайшымен қырқып шығамыз оюымызды. Оюымызды матаға түсіру үшін біз матамызды сызып аламыз. Бізге сабын қажет, немесе бор қажет. Ол үшін матаның ортаңғы бөлігін белгілеп аламыз да, ұзын сызық қылып сызып аламыз. Мысалы 90 см болса, ортасын 45 қылып белгілеп алып, 3 жерінен 4 жерінен белгілеп алып, ортасына сызық сызып шығамыз. Біз көрпешенің ұзындығының ортасын таптық, енді енінің ортасын табамыз. Біздің көрпеше 2,20 болса, егерде біз 2,30 қылып қырқып алдық, бізде сонда ортасы 1,15 см. Оны екі жерден белгілеп аламыз да, ортасына сызып шығамыз. Біздің көрпешенің ортасында, тура ортасында крестик пайда болады. Осы кезде біз сол жерге бірінші оюымызды орналастырамыз. Инелермен, арнайы инелермен түйреп шығамыз. Сонан соң марлінің көмегімен өтекпен басамыз. Осылайша марліні жайып, үстіне өтекпен басамыз. Марлімізді алып тастаймыз, инелерімізді аламыз. Сонан соң тағы да бір рет марлімен басып шығамыз. Осылайша оюымыздың екінші бөлігінде үтіктеп аламыз. Біздің көрпешеге оюымыз жабысты. Енді екі жағындағы екі оюын жабыстыратын боламыз. Ол үшін ортасындағы оюдың жиегімен көрпешеміздің жиегін ортасын белгілеп, тағы да сызық сызатын боламыз. Осы жерге екінші оюымызды орналастырамыз. Оюымызды екі шетіне осылайша үтікпен басып шығамыз. Сонан соң зигзагпен машинкамен тігеміз. Зигзагпен тіккеннен кейін көрпеше кішкене тартылуы мүмкін. Оны соңында өтектеп, түзеп, қиып шығамыз. Оны келесі видеода айтатын боламын. Сау болыңыздар.